менде памятим толуп калса очистить келдим кайтадан. Ары карай жалгастыратын болсак, мисалы Soft деген команданы орундоого келбейт. Орундоого токтоп калдык. Яны ары карай жалгастырабыз. Soft деген программадан. Так. Bizde 2x plus plus 3y 2 тен жазамыз. Пробел 7. Одан кийин бизде өтөр жакшы коебуз да. X өтөр y. Не койдум кеттим, жакшы коет. Вот бизге x менен y маани кандай болотунун көрсөтүп берди. Ошондой берди көрсөтүп берди. X 2 болгон жагдайда, y 1 болгон жагдайда мындайын эсептөө үчүн эсептеп берди. Одан кийин бизде келеси командамыз expand деп аталынады. Expand командасы. Expand командасы. Expand командасы боюнча биз жакшылабыз. Expand командасы негизинен мисалы тендүүлөр болот, жакшанын ичинде орналаскан тендүүлөр. Сону осы expand программасына командасына энгизетін болсак, ол жакшаны ашып берет, яғни онун кызмети косу болуп табылады. Жакшаны ашады, яғни белгилүү бир мисалга тендүү жазатын болсак, a плюс c үчүнчү дәрежеси мисалга y мисалга y минус 10 экинчи дәрежеси деп алайык мисалы. Осуну жакшаны ашат менен. Expand программасы командасынын кызмети жакшаны ашты. Және де болсо карама каршы команда да бар. Онун аты collect деп аталынады. Collect деген команда. Collect деген команда косулуп табылады. Осы аны expandден чыккан копировать этип мына жерге коятын болсак, мисалы бир жерде кандай сандар бар, мисалы a деген адылар көп экен бул жерде. Мен a деп жазайык и эсептеп көрөйүк. Бана expandден чыгарган жакшаны ашкан нени мына коллектке энгизетін болсак, және де тендүү жазып койгон өтөр a дегенбиз, аны жакшанын сыртына чыгарат, яғни сол боюнча чыгарат. Және ол аны мисалы аны эмес, дагы да бир мисалга сыны жакшанын ичине киргизетін болсак, биз андай жакшаны пайдаланатын болобуз. a өтөр c. Аны бөлек, сыны бөлек, жакшанын ичине сыртына чыгарып эсептеп берди, мисалы collect программасы боюнча. Так, одан кийин биздеги программамыз together деп аталынат. Together деген программамыз, яғни белгилүү бир бөлчек сан берилсе, мисалы атап айтатын болсак, мисалы жазатын болсак, мисалы бөлчек сан төбесине кез келген бөлчек сан жазайык. 1 плюс
мысалы астына жазатын болсақ аның 4а минус 5b деп плюс то же самое бір кезеген 1 минус b 3b плюс а. Мына осыдан ортақ бөлім береді қазір. Ортақ бөлім беріп шығарды. Together программасы бойынша. Сосын осы Together деген программаға керісінше программа бар. Яғни оның аты apart деп аталынады. Яғни apart программасы командасы. Apart командасы негізінен осы Together программа командасына керісінше, яғни қарама-қарсы команда болып табылады. Яғни Together'дан шыққан мысалға анау теңдеуді копировать етіп apart командасына қоятын болсақ, яғни осылай қоятын болсақ, бізге қазір шығарып береді. Дәл солай шығармаса да, бірақ примерно келтіріп берді. Жақшаны бөлшек ретінде келтіріп берді. Одан кейінгі бізде программа simplify деп аталады, яғни simplify либо солай аталынады. Яғни ол команданың дұрыстырып келмей тұр. Simplify мына бірінші шыққан программа команда болып табылады. Тік жақша аламыз. Тік жақшаны, яғни бұл команданың қызметі, яғни белгілі бір теңдеулерді упрощать етеді, яғни қысқартады. Мысалға кез келген мысалға теңдеуді алатын болсақ, x квадрат плюс y квадрат минус 2x минус 4y плюс 5 деп алайық. Осыны упрощать етеді қазір қысқартып. Жоқ, қысқартпады. Так, басқаша қалай келтіреміз? Так, кез келген мысалға. Так. Қалай істейтін болсақ, кез келген теңдеу жазайық. Так. Мына басқа теңдеу жазайық. 9x квадрат минус 4y квадрат. Что-то біздің неде есептелмей жатыр. Так, қалай есептеуші еді бұны? Simple. Мейлі, пока бұл нені қоятамыз. Басқа да командаларын істейді. Мен что-то есіме түспей тұр ол команданың несі. Примерно дұрыс жазған сияқты едім. Есептелмей жатыр. Одан кейін бізде тағы да бір команда, яғни x
x 2'den birinchi darajada ko'raylik. Tuburasi 2 deb aytiladi. Osini точка kelgan bir tengdek bo'lganda, ya'ni x ga man berib qo'yaylik, masalan 3 degan man berib qo'yaylik. Bo'lmasa x ga 6 degan man berib qo'yaylik. Uncha olmaydi. Olmaydi-da. Может. Вроде дұрыс. Қайсы батқаныш. Так. Shift. Басып. Вот. Mana shart esepti. Mana jerdagi ikki жақшаны ұмытып кеттім. Общий 2 нені. Бірге жазатын жақшаны ұмытып кеттім. 9-36 мөлшерінде шарт берді. Яғни кез келген мысалы x квадрат теңдеуін жазамыз, соған x мәндерін беремін. Мысалы менің жағдайымда x 3-ті бердім, 6-ны бердім. Сол бойынша мысалы есепті шарт берді. Одан кейін так. Сосын expand деген бағана айтқан команданың, яғни тригонометриялық кені шығарады. Тригонометриялық теңдеулерді, жақшаның ішінде орналасқан тригонометриялық теңдеулерді шығарып береді. Яғни мысал ретінде көрсететін болсақ, синус мысалы синустың ішінде не болса, кез келген мысалға b минус p дейік мысалға. Минус p, мына жерге үтір, бұл жерде яғни трик дегеніміз тригонометрия деген мағынаны білдіреді. Потом true. True. Жақшаны ашып берді, яғни белгілі бір мәнде. Жақшаны ашып бізге есептеп берді. Expand деген программасы. Осымен менің лабораториялық жұмысым бітті. Оразбек Бауыржан.